Бүгінгі видеомызда натурал сандардың тізбегі тақырыбын қарастырамыз. Бұны сіздер мектепте өттіңіздер. Жалпы натурал сандардан тұратын тізбекті ажырату үшін тізбек қандай заңдылықпен, яғни белгілі бір ережемен құрастырылған анықтау керек. Сыныпта қарастырғандарыңыздай, мысалға натурал сандардың тізбегі көбіне мысалға жұп сандар тізбегі өсу ретімен орналасқан, немесе кему ретімен орналасқан жұп сандар тізбегі деп, немесе белгілі бір тек 3 деген санға ғана бөлінетін сандар, немесе 2 санына бөлінетін сандар тізбегі деп, яғни өсу, кему ретімен жазылған сандарды осылай біз натурал сандардың тізбегі деп айтамыз. Яғни белгілі бір заңдылықты сақтайтын тізбекті біз натурал сандардың тізбегі деп айта аламыз. Жаттығуларға тоқталатын болсақ, А нұсқасының жаттығуы. Бұл жерде 123-ші есепте сіздерге айтады. 33 санына бөлінетін 2 таңбалы сандар, яғни 33-ке қандай сандар бөлінеді? 33-ке 33-тің өзі бөлінеді, яғни бұл 2 таңбалы сан, олай болса біз оны жатқыза аламыз. Сонымен қатар 100-ге екінші осы сандардың ішінде бөлінетін сандар 66 санында 33-ке бөлінеді. Яғни бөліну дегеніміз ол қалдықсыз, ешқандай қалдықсыз бөлінетін сандар. Олай болса бұл жерде 33 саны, 66 саны және 99 саны. Әрі қарай санамаймыз, неге? Өйткені бізде 2 таңбалы сандардан тұратын сандар деп тұр, сондықтан біз тек соларды аламыз. Олай болса мына жерге жазып қойсақ болады. Бізде 33 санына бөлінетін 123-ші есептің жауабында. 123. Біріншісінде бөлінетін сандар 33, 66 және 99 сандар. Әрі қарай әрине сандар бар, бірақ бізге бөлінетін 2 таңбалы сандарды жаз деп тұр. Міне сондықтан осылай жазылды. Екіншісіне тоқталатын болсақ, 100-ге бөлінетін 3 таңбалы сандардан тізбекті өсу ретімен жазыңдар. 100 санына 100-дің өзі бөлінеді. 100-дің өзін 100-ге бөлесіздер. Бөлінеді. Енді қараңыздар. 100-ге бөлінетін 3 таңбалы санның барлығы, мысалға 200 саны бөлінеді ме? Бөлінеді. Бұлардың барлығы бізге қалдықсыз бөлінетін сандар болды. Түсінікті ғой? 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 сандар. Міне осының барлығы бізге өсу ретімен жазылған 100 санына бөлінетін 3 таңбалы сандардың тізбегі деп аталады. Бұл 123-ші есептің жауабы. Бұл жерде барлығы түсінікті деп ойлаймын. 124-ші есепке өтетін болсақ, 52 санынан артық, бірақ 60 саннан кем болмайтын қандай 2 таңбалы сандар? Яғни қараңыздар. Осы екі ортада жазатын, 2 таңбалы сандар тізбегі. 52 санынан артық, 52-ден үлкен, бірақ 60-тан аспау керек. Енді мынандай қараңыздар. Санынан кем қандай дейді? 2 таңбалы сандар 54, 57, 59 тізбегінде жазылмаған. Яғни ол тізбекте осы сандар жоқ дегенді білдіреді. Негізі көп жағдайда қазақ сыныптарының кітаптарының аудармасы дұрыс емес болады, кейбір есептерде кішкене түсініксіз жазылады енді. Олай болса 52 саннан артық сан бізде жұп, стақ деген берілмеген, сондықтан мынандай тізбек болады. Бізде 53, 55, 56 және 58 сандар. Не себепті мына жерде 57 жоқ, 54 жоқ және 59 жоқ? Өйткені ол сандар деп тізбегінде жазылмаған. Осы сандар болмаса, значит 53, 55, 56, 58 сандары осындай тізбек, натурал сандар тізбегі жазу керек болды 124-ші есепте. Енді 125-ші есепке тоқталып, натурал сандардан тұратын тізбек қалай құрастырылған дейді. Бұл жерде тізбек берілген, бірақ соны біз анықтауымыз керек қалай жазылғаны. Мына жерде сәл біріншісіне тоқталатын болсақ, 4, 6 деп келе жатады, яғни жұп сандар деп қарасақ, бірақ 9 саны ортасында берілген, одан кейін қайтадан 8 саны берілген. Екіншіге қарайтын болсақ, бұл жерде енді тізбекте натурал сандар жағындағы жұп сандар тізбекте берілген өсу ретімен тек, оның ішінде 9 бар, бұл жерде тізбек деп айтуға келмейді, сәл. Белгілі бір заңдылық болу үшін ол қайталану керек. Екіншісінде 98, 96, 94, 92, 90 деп тұр. Енді түсінікті деп ойлаймын. Бірден бұл жерде тізбек бар және заңдылық бұл жерде жұп сандар
Сонымен қатар уже мына жерде қараңдар, 98-тен 96 кіші. Яғни өсу емес, кему ретімен. Яғни кему ретімен берілген жұп сандар тізімі деп айтасыздар. Бұл бізде 125-ші есеп. Келесі Б нұсқасының жаттығулары натурал сандардан тұратын тізбектің қандай заңдылықпен құрастырылғанын анықтап, оның келесі екі санын жазыңдар деді. Яғни бізде белгілі бір тізбектер берілген екен, соларды анықтау керек. Біз бірінші қандай немен жазылған, содан кейін барып біз ол жерде ретімен көп нүктенің орнына сандарды жазамыз. Олай болса 126-шы есебімізді шығарып, біріншісінде мен тізбекті әрі қарай жазбаймын, тек жалғастырып жазасың. Қараңыздар, 5, 6, 8, 11, 15, 20 дейді. Мына жерде біріншісінде мен түсіндірем, қалғанын өздеріңіз түсінесіздер деп ойлаймын. Есептің берілгенде белгілі бір тізбек берілген ғой, бірақ оның бізге қандай ережемен немесе қандай заңдылықпен жауап тұрғанын анықтау керек. 5, 6 деген бірінен кейін бірі жазылған, бірақ 8 уже 2-ге үлкен. Үшінші санымыз 3-ке үлкен. 11 мен 15-тің айырмашылығы 4, олай болса екеуінің арасы 4. Келесі 15 пен 20-ның арасы 5. Енді қараңыздар, мына жерде 1, мына жерде 2, мына жерде 3, мына жерде 4, мына жерде 5. Олай болса келесі санымыз, яғни мына жерде соңғысы 5 болды ғой. Яғни келесі санымыз 6-ға үлкен болады. Мына алдыңдағы саны. Одан кейінгі санымыз осы тапқаннан кейін осы саннан 7-ге үлкен болады. Яғни бір қадамнан жоғарылап жатыр. Бірінші, екінші санның арасы бір қадамға артық болды. Екінші сан мен үшінші санның арасы 2 қадамға, үшінші сан мен төртінші санның 3 қадам болды. Осылай кете береді. Яғни 20 мен келесі санның арасы 6, яғни 20-ға 6 қоса салсақ болады. 26 саны болады. Енді осыдан кейінгі сан ара қашықтығы екеуінің қадамы 26 мен келесі саны 7 болады. Олай болса 7-ні қоса саласыздар, 26-ға ол 33 болады. Келесі 41 болады. Енді мына жерде 2 санды жаздым, мен 3 санды жаздым. Ешқандай қате емес. Екіншісini қараңыздар. 45, 44, 42, 39, 35 бұл жерде белгілі бір заңдылық сақталған және өсу реті емес, кему ретімен жазылған. 45 пен 44-тің арасы бізде бірге бір қадам, 45-тен 44 жазасыз 1. Ал енді 44 пен 42-ның арасы 2. 42 мен 39-ның арасы 3. 39 мен 35-ның арасы 4. Яғни бұл да тура жаңағындай, тек бірінші есепте өсу реті болса, мұнда кему реті. Яғни 35-тен келесі санды азайтасыздар. Сонда бізде санымыз 45, біреу, екеу, үшеу, мына жерде 4-еу, енді 5-еу. 5-еу, олай болса бізде 30 болады. Кему реті. 45, 44, 42, 39, 35. Мынау балалар үшінші есеп екен ғой, мен 2 деп төменге кетіп қалдым, екінші есеп мына жерде. Үшінші есеп бізде. Үшінші есеп 30. Енді 6-ға азаямыз 24 және 7-ге азаямыз 17. Мынау үшінші есеп. Мен мынау төменге бұлай жазып кеттім. Екінші есепті мына жақта орындайық міне. Есептің жазылған бойынша. Мына жерде қараймыз. 2, 3, 5, 8, 13, 21 дейді. Ең бастысы есепті шығаруда біз заңдылықты анықтауымыз керек қой. Қараңыздар, 2 мен 3-тің арасы 1. Мына жерде 2. Қараңыздар, 1. Одан кейін 2-ге артып тұр, одан кейін 3-ке артып тұр. Енді 8 мен 5-тің арасы бізде 4-ке емес, 5-ке артып тұр. 13 пен 21-дің арасы 8-ге артып тұр. Мұнан қараңыздар, заңдылықта. Мына жерде уже 3 кетті, 8-ге болса, енді келесі 11 болады ғой мұнда. 11 болса, 13 болады ма? 1, 2, 3, 1, 2, 3. 8, 13 болса, және 34 болады. 34 пен 34 бізде 34 болса,
21-ге. Қараңыздар, мына сандардың өздеріне артып тұр ғой мына жерде. 2-ге артып тұр, 3-ге артып тұр, 5-ге артып тұр, 8-ге артып тұр, 13-ге артып тұр, 21-ге артып тұр. Ары қарай сол санның өзіне арта береді. Олай болса екіншіде қараңыздар, 13 8 болды ғой, 8-ге артып тұрған болатын, иә? Ол бізде 13 пен 21-дің арасы. Келесі онда 13-ге артады, яғни мынаған артады, иә? 13-ге артса, 21-ге 13-ті қосасыздар, 34 болады. Енді осы 34-тен кейінгі сан 21-ге артады. Сонда 34 қосылған 21 бізде 55 болады. Енді келесі санымыз 55-тен кейінгі сан 34-ке артады. Сол 55-ге 34-ті қосасыздар, сонда 89 болады. Міне бізде бұл екінші есептің өз суреті осы орналасқан екен. Осы сандардың өзіне артып жатыр. Так, 1-ден 4-ші есепті орындап, мен 3-ші есепті алдын ала орындап жібердім. Так, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 дейді. Так, 3-ке артты, 5-ке артты, 7-ге артты, 9-ға артты. Яғни мына жерде барлық тақсандарға артып жатыр ғой. Олай болса 49-дан кейін бізде 64 болады. Одан кейін 81 болады және 100 болады. Қараңыздар, мына жерде 1 мен 4-тің арасы 3-ке артық, иә? Яғни тақсан. Одан кейін 5, одан кейін 6, одан кейін 6 деп 7, одан кейін 9, 11, мына жерде 13, мына жерде уже 15, 49-ға 64-ті 15 болады, одан кейін 17 болады, одан кейін уже 19 болады. Сонымен тоқталдық. Так, 5-ші есепке тоқтайық. 1, 8, 7, 27, 64, 125, 216 дейді. Бұл жердегі қандай заңдылық? 1 мен 8-дің айырмасы 7 болып тұр, иә? 7. Енді келесі сандарымыз бізде 27 және 8 сандары. Бұлардың айырмасы 19 болып тұр. Енді 64 саны бар және 27 саны бар. Ол бізде 37 болып тұр. 37 және 125 саны бар, 64 саны бар. Бұл екеуінің арасындағы заңдылық 61. Так, жазайық, былай жазайық. Бізде 7 заңдылық бойынша. Содан кейін 27 мен 8-дің арасы бізде 19 болды. Так, және 63-ші санымыз 64 пен 27. Бұның заңдылығы арасы 37 болды. Так, келесі 125 және 64 дедік. Бұл ара 61-ге және 216 мен 125-дің арасы. Бұл жерде 91-ге артық. Так, қалай болды сонда заңдылығымыз? 7 болды, одан кейін 19 болды, 37 болды, 61 болды, 91 болды. Екеуінің арасы 12. 12, 18. Так, арасы бізде 18. Яғни олай болса, так, бізде ол келесі мынандай заңдылықпен жазылған. Так, 216, келесі санымыз бізде 343 болады, 512 болады және 729 болады. 729. Так, алтыншы есеп 2, 9, 28, 65, 126, 217.
217 мен 120-ның алтының арасы. Так, олай болса 217-ден кейінгі сан бізде 344 болады. Одан кейінгі сан 513 болады. Және 730 болады. Мынау 5-6 есептердің заңдылықтары бірдей. Осы екеуі бірдей заңдылықпен жазылған мына жерде. Так, сандар нәрсе жұп сандар. Так, бұл бізде 126 есептің шешімі. Келесі 127 есепке тоқталып, бұл жерде натурал сандардан тұратын тізбектің қандай заңдылықпен құрастырылғанын анықтап, жеткіліксіз сан табу. Тура сол әдіспен жазылған. Яғни мен төменге тек жетіспейтін сан деді, оны мына жерде көп нүктенің орнындағы санды жаза салатын болады. Заңдылықты анықтайсыздар. 8, 16, 24, 40, 48 деп тұр. Бұл жерде заңдылық жұп сандар тізбегі өз суретімен орналасқан. Және арасындағы қадамға қарайсыздар. 8 бен 16-ның айырмашылығы қанша бізде? Әрине 8. Енді 24 және 16 саны берілген, осы екі санның айырмашылығы бізде 8. Яғни осы заңдылық қайталанып тұр. Бәрі 8 қосылып тұр. 40 пен 48-дің арасы 8 көрініп тұр. Олай болса мына жерде жетпейтін сан 24-ке 8-ді қосасыздар, немесе 40-тан 8-ді азайтасыздар. 32 саны жоқ. Яғни көп нүктенің орнындағы санды жаза салады. Так, екінші 64, 32, 16, 4, 2 дейді. Мына жерде сәл басқаша. Енді қараңыздар, 2, 4 екеуінің арасы айырмашылығы 2-ге ғана дейді. Өсе береді. Яғни мына келесі санмен екеуді бізде 4-ке үлкен болу керек. Одан кейінгі сан 8-ге, өйткені мынаны қараңыздар, ортасы 16-ға. Мынаның ортасы 32-ге. Олай болса 4-тен кейінгі санымыз, оған 4 қосасыз, сонда 8 болып табылады. Мына жерде бос орындағы сан. Так, үшінші есеп 5, 6, 11, 17, 28 дейді. Мына соңындағы сан табу керек. Заңдылық қандай? 5 пен 6-ның айырмашылығы 1, бірақ 6 мен 11-дің айырмашылығы 5. Енді 11 мен 17-ның айырмашылығы 6, олай болса 17 мен 28-ның айырмашылығы 11. Яғни 28-ге келесі санды табу үшін біз 17-ні қосамыз, сонда бізде 45 болады. Яғни көп нүктенің орнына жазатын сандарымыз 45. Так, 4-ші есепке тоқталып, 3, 10, 26, 78, 196. Қандай заңдылық? 3 пен 10-ның арасы 7. Так, мына жер 16. Так, мына жер 72-ның арасы 72 және 26. Так, алдында 16 болатын болса, бізде уже 46 болып тұр. Так, және 196. Олай болса, келесі санымыз бізде 536. Яғни көп нүктенің орнындағы сан 536 сан. 128-ші есепке тоқталып. Так, сурет берілген, 20-ші сурет осыны қолданып жасауымыз қажет. Заңдылықты анықтаңдар. Жұлдызша белгісінің орнына қандай санды қою керек? Яғни бізде есептер, тізбектер былай берілетін болса, енді мына фигураның ішінде берілген, еш қиындығы жоқ, тек соны анықтаймыз. Мына жерде екі фигурадағы заңдылықты анықтау арқылы біз мынау үшіншідегіні анықтау керекпіз. Біріншісінде 14 саны ортада берілген және 8, 4, 2 дейді. Яғни заңдылық бойынша 2-ге 2 қосамыз 4, 4-ке 4 қосамыз 8. Так, 14 дейді, мына жерде. Барлығы жұптар сандарды қосамыз, 8-ге 6 қосасыздар, 14 болады. Мына жерде де 3, 3-ке 3 қосасыздар, 6, 6-ға 3 қосасыздар, 9. Так. Мына жерде сәл заңдылық басқаша. Так, 3-ке 3 қосамыз ба? 6, 6-ға 3 қоссақ 9 дейді, 9, 18, 9-ға 9-ның өзін қосамыз, 18. Так, мына жерде 5, 10 және 15. Бұл жердегі сан бізде 30 болады. Яғни мынау жұлдызшаның орнындағы сан 128 есебінің шешімі 30 болады. 5-ке 5-ті қосасыздар 10, 10-ға 5-ті қосасыздар 15, 15-ке 15-ті қосасыздар 30. Үшеуінде бірдей заңдылық қолданылған. Так, енді келесі есеп. Так, бұл жерде енді менің отбасым өміріндегі математика дейді. Яғни бұл жердегі есепті әркім өзі орындайды.
келесі мәліметтерді қолданып кеммел тізбекте жазыңдар. Отбасы мүшелерінің туған күні де. Енді мына жерге мен мысал ретінде келтіріп кетемін, бірақ дегенмен өздеріңіз орындайсыздар, өйткені сіздің отбасыдағы мүшелердің туған күндерін мен білмеймін. Мысалға біреудің туған күні 20-сы дейік, біреуінікі 18-і дейік. Одан кейін біреуінікі 13-і деген сияқты. Міне осылай екісі осылай туған күндердің аластарды жазса, мынау даталары, яғни туған күндері. Ал келесі айлары, жылдары, мысалға айлары біреуі мысалға 8-ші айда туды, одан кейін біреу 7-ші айда туды, біреу 3-ші айда туды, біреу 1-ші айда туды деген сияқты. Және отбасы мүшелерінің туған жылдары дегенде мысалға біреуі 1979 жылы туды, кемуреті неге деген кеммел тізбекте берген. Одан кейін мысалы папаларыңыз 79 жылы туған болса, мамаларыңыз 1987 жылы туған болуы мүмкін. Кемімелі. Және одан кейін мысалға сіз әпкеңіз бар дейік 2007 жылы туған деген сияқты осылай ретімен кете береді. Мынаның барлығы есептің шешімі емес, бұл тек сіздерге мысал ретінде келтірдім. Өздеріңіз үйдегі өз отбасыңыздағы ата-аналарыңыздың туған күндерін алып сол ретпен жазасыздар. Так, екіншісінде отбасы мүшелерінің бірінші алдыңғы күні, кеше, бүгін теледидар хабарларын көруге жіберілген уақыттарын өспелі тізбек түрінде жазыңыздар. Енді қанша уақыт жоғалтыңыздар, соны жазасыздар. Бұл есеп қиын емес деп ойлаймын, және бұл есепті әркім өзі шығару керек, өйткені отбасына байланысты. 130-шы есепке тоқталып, С нұсқасын жаттаулар екен. Бұлда да хабарлама дайындау, енді бұны да өз бетімізбен шығарамыз. Леонардо Пизанский Фибоначчи есімімен белгілі, құрметіне аталатын Фибоначчи тізбегінің әр мүшесі алғашқы екі мүшесінің қосындысына тең. Пизанский туралы не білесің? Енді Google-да ашасыздар, осы Леонардо Пизанский деп жазасыздар да, сол туралы ақпаратты алып, презентацияны басқа нәрсе жасасаңыздар болады. Егер сіздерге енді презентация жаса демеген, хабарламаны дайындау керек, өздеріңіз дәптерге жазып дайындасаңыздар болады. Енді үй тапсырмаларына тоқталайық. Үй тапсырмасында жаңа тақырыпты меңгеруге дайындаламыз дейді. Бұл келесі тақырыпқа арналған есептер. Ой болса, бізде осымен бүгінгі натурал сандар тізбегінің тақырыбы аяқтаймыз осымен.